Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 16 сәуір 2026 жыл біз мына Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласында әкімшілікке келіп тұрық. Әкімшілікке мына жерге білім басқармасына келіп тұрық. Білім басқармасы Орынов Ғалымжан мырзаға кіру проблема. Өйткені Орынов Ғалымжан мырзаға кірудің проблема туындап тұрғаны бұл кісінің қарындасы болу керек. Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылында Бейбарыс Кидис деген балабақша тойхананы садикке айналдырғанда балабақшаға. Сол туралы бізге мәліметтер келгеннен кейін біз сол жерді барып көргенбіз. Тойхана бұрын арақ іше, бүгін балабақшаға айналдырып отыр. Бұл жерде ол жерде тексеруге көптеген құзырлы органдардың қолы жетпей жатқан туралы бізге мәлімет келіп түсті. Және айта кететініміз енді бұл жерде бұл СЕС-тің назарына да СЕС бұл жерде Сайрам ауданының СЕС-тің бастығы Арымбетов Талғат деген мырза жаңағы Орынова ханымның күйеуі деп естідік. Енді ол бұның бәрін анықтау құзырлы органдарға бүгінгі күні мына бізге білім басқармасына кеп осы мән-жайды жеткізуге бұл премьер-министр Олжас Абайұлының 2026 жылы 1 ақпаннан бастап жоспарсыз тексеруге рұқсат берді. Өйткені балабақшалар бүгінгі күні жүздеген бала бар деп өкіметтің қаржысын оң-солды шашып атқан туралы іс-әрекеттер осы соцсеттерден, жаңалықтардан естіліп жатыр. Ал біз бұны жеткізуге келіп отырық қазір. Бұлар қабылдамайды. Өйткені жаңағы туысы болғандықтан ба, бұны сыбайластық дейміз ба, арман қарап өздеріңіз зерделеп көрерсіздер. Енді менің ойымша бұл таза сыбайластық. Өйткені мына Орынов Ғалымжанның қарындасы тойханадан балабақша ашады. Оны СЕС қалай берді? Осы мәселелерді біз тағы да жеткізуге қазір мына облыстық акиматқа келгенбіз. Қабылдамайды. Бұл жерде не үшін қабылдамайды? Бұл халықтың әл-ауқатын көтеру өкіметтің бағдарламасында болатын болса, бүгінгі күні бұл жердегі білім басқармасын бүгін нақты айта кетейік. Ол өкіметтің бағдарламасына түкіргені барың екенін көрсетіп тұрды. Кем-кетікті айтуға кеп тұрған қоғам белсенділерін қабылдамай отыр ғой міне. Өйткені бұны мен ойлаймын, сыбайластық деп. Өйткені өзінің қарындасының жаңағы балабақшасын туралы мәліметтер ашылып қалама деген ойдамыз. Расында солай болу керек. Өйткені бұлардың жандары мынау бақтыға кәдімгі хабар беріп қойған. Бүгін ертең осы Әлқожаның келуі мүмкін дегендей да. Бізді жібермей отыр. Төбеден білім басқармасы түспей сіздерді кіргізе алмаймыз дейді да. Бұл әкімшілікті халыққа қызмет ету үшін саған сенің басыңнан күн өтсін, көтіңнен сыз өтсін деп саған жоқ, содан сақталсын деп. Халыққа қызмет көрсетіп, халықтың әл-ауқатын көтеру. Мынау білім басқармасы, мынау білім саласында қаншама миллиард ұрланып атқанын жақсы білесіздер ғой. Бүгінгі күні мынандай темппен ол арман қарап үлкеймесе азаймайтынына кепілі болу керек. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожаның ұлы Әлқожа. Біздің байланыс телефонымыз 8705 969 9069.